Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында осындай өте керемет, жұп-жұмсақ, үгітілмейтін нан пісіретін боламыз. Ендеше видеоны менімен бірге соңына дейін тамашалаңыздар. Нанның рецептін бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай өзімізге қажетті ұнымызды ыдысымызға салып алатын боламыз. Оның үстінен біраз қасық қантымызды саламыз. Оның үстінен біраз қасықтай дрожжымызды саламыз осылай. Оның үстіне біраз қасық тұзымызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз осылайынан. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне осылай сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майымыздан кейін осындай жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып тұрып, қолмен жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Менде мына жерде 2 нанға арнайы жасалған рецепт. Мен сіздерге астына 1 нанның рецептісін жазып қалдырып кететін боламын. Сол бойынша дайындасаңыздар болады. Енді дайын болған жұмсақ қамырымызды осылай майдың көмегімен домалақтап алатын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Бізге майдың көмегі қажет болады осылайынан жасағанға. Дайын болған қамырымызды осылайынан ыдысымызға салып, оның бетін жақсылап пищевая пленкамен жауып аламыз. Оның сыртынан жылылап матамен жауып қойсаңыздар болады. Осылай 1 сағатқа қалдырамыз. Мінекей достар, менің қамырым ашыды. Өте жұп-жұмсақ. Қайтарғанға да сіздерге майдың көмегі қажет болады. Қайтарып болғаннан кейін ыдысымыздан түсіріп алып, оны жақсылап домалатып зуалаға бөліп аламыз. Қолдың көмегімен осылай жақсылап мұжылап форма жасайтын боламыз. Сіздер осылай қалыпқа салсаңыздар да болады. Менде қалыпқа салған жоқпын. Осылайынан ыдысқа салып, екеуін бірдей пісіріп алдым. Үстінен ұн жағып, қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай пышақтың көмегімен сәндеп кішкене кесіп алдым. Қамырымызды отқа салмастан бұрын бөлме температурасында осылай дайындап болғаннан кейін кішкене бір 15-20 минуттай қойып қоямыз. Өздігінен тағы да көтеріліп, пышны болу керек. Сол кезде нанымыз жақсы, әдемі болып көтеріліп пісетін болады. Одан кейін осылай беті қызарғанша отқа салып алатын боласыздар. Менің наным осындай болып шықты. Екеуі бірге жабысып қалғаннан кейін шеті кішкене менде шығып қалыпты. Бірақ дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ, осындай өте керемет болып шықты. Енді дүкеннен сатып алмай, міндетті түрде осы рецептпен жасап тұратын боламын. Өзіме қатты ұнады, сіздерге де ұнады деген үміттемін достар. Егер де менің видео рецептім ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Әйгерім, сау болыңыздар.